Ортап Сүлей Сейдімбеков 1959 жылы Жамарқа ауданындағы нөмірі 1-ші орта мектепке барады және комсомолдық жіберуіне бойынша 3 жыл бойы мал шаруашылығында жүреді. 1961 жылы Әл-Фараби атындағы қазақ журналистика факультетіне түсіп, 1968 жылға дейін сабақ оқиды. Одан кейін ол кісі Троицк қаласында 3-4 жыл бойы өзінің отандық борышын атқарады. Сүлей Сейдімбектің «Аққыз» кітабында ол 19 ғасырдағы қазақ халқының ерекшелігі, сол вақыттағы салт-дәстүрі жайында айтылған болатын. Ал Аққыз туралы айта кететін болсам, ол Қарағаш деген жерде өмір сүрген. Ол байдың қызы болады және де көбінесе ұл балалардың қасында өмір сүргендіктен еркек шырылы болып келген қыз. Бұл жерде бала жетім өспесін, өзінің бауыры ғой, бауырының баласы жетім қалмасын деп ағасы келінін әйелдікке алып тоқалда қалған. Сол себепті жаңағы Ақселеу сол Аманбек пен Күләнда деген шешелерінің тәрбиесінде болған.